Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын жасалу жолы өте оңай. Қыстың кезінде нағыз мандариннің уақытында жасайтын мандаринді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа керек. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырып алып, миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз көлем бойынша үлкейіп, ағарғанша және қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей осылайша көлем үлкейіп ағарады. Оның үстіне сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы араластырып аламыз. Және ұнымызды және раздрахителімізді илектің көмегімен өткізіп қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын толығымен бірден салмаймыз, 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бізде осындай әдемі қаймақ тәріздес масса шығатын болады. Енді бізге керекті мандариндерімізді қабығын ашып аламыз, жақсылап тазалап аламыз. Тазаланған мандариндерді ортасынан 2-ге бөліп шығатын боламыз. Керек формамызды дайындап аламыз. Мен астына фольга төсеп алдым. Өз қалауыңызша пергамент төсесеңіз де болады. Үстіне 2 шай қасық қантты сеуіп жібердім. Және мандариннің кесілген бетін орналастырып шықтым. Бұл жерде 26 диаметрлі форма. Өз қалауыңызша бұдан кішкентай форманы да қолдансаңыз болады. Осылайша бәрін дайындап алған соң, үстіне жаңа дайындап қойған сұйық массамызды құятын боламын. Барлығын жақсылап құйып болғаннан кейін 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламын. Піскенін ағаш таяқшамен көрсеңіз болады. Мінекей пирог пісіп шықты. Осындай керісінше төңкеріп аласыздар. Осындай әдемі болып шығады. Мандариндердің дәмі енді керемет болып шығады. Піскен кезінде, ыстық кезінде кеспейміз, соғанын күтеміз. Осындай әдемі пирог болып шығады. Қонақтарыңызға да істеп берсеңіздер керемет болады. Қыстың кезінде, яғни мандариндердің көп кезінде істеп жеңіздер. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Сізге менің видеом пайдалы болып жатса, ұнап жатса, мені қолдап каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы дәмді рецепттермен бөлісетін болам. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.